Сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздермен алғашқы видеомды бастаймын. Бүгінгі видеода мен сіздерге топ 10 ең қымбат ғимараттар жайында айтамын. Ендеше бастаймыз. Оныншы орын. Истана Нурул Иман сарайы. Бағасы 3,3 миллиард доллар. Бандар Сири Бегаван, Бруней. Бруней сұлтаны 1984 жылы 1,4 миллиард долларға салынған алып керемет үйі. Қазірге дейін корольдік резиденция ретінде қолданылып келеді. Ғимаратта 1788 бөлме бар және 5000 адам сиятын банкет залы бар. 9-шы орын. Wynn Resort. Бағасы 3,4 миллиард доллар. Лас-Вегас, Америка құрама штаттары. Ең танымал мейрамханалар мен казино кешендерінің бірі. Барлығы 2716 бөлмесі бар. Бұл ғимараттың құрылысына 2,7 миллиард доллар жұмсалды. 8-ші орын. Эмираттар сарайы. Бағасы 3,8 миллиард доллар. Абу-Даби, Біріккен Араб Әмірліктері. Бұл сарай корольдік резиденция үшін салынған, бірақ қазіргі кезде туризм аумағына айналып барады. Көптеген дүкендер мен мейрамханаларда есептемегенде 394 тұрғын үй бар. 7-ші орын. Парламент сарайы. Бағасы 3,9 миллиард доллар. Бухарест, Румыния. Сарайға жол салу үшін мыңдаған жұмысшы қаза тауып, Бухаресттің біраз жері жойылды. Құрылысты 1984 жылы басталып, 3,9 миллиард доллар жұмсалды. 6-шы орын. бір дүниежүзілік сауда орталығы. Нью-Йорк, ақш. Бағасы 4,1 миллиард долларды құрайды. Бір дүниежүзілік сауда орталығы Нью-Йоркте қайта құралған дүниежүзілік сауда кешенінің басты ғимараты. 5-ші орын. Космополит, Лас-Вегас, Америка құрама штаттары. 3027 бөлмесі бар. 2009 жылы құрылысы басталды. Құрылысына 3,9 миллиард доллар кетті. Отель мен казино 2 биік нарадан тұрады және 3200 орындықтан тұратын кинотеатр бар. Оған қоса курорт пен фитнес-центр қосылады. 4-ші орын. Apple Park, Купертино, Калифорния, Америка құрама штаттары. Apple әлемдегі ең бай компания, сондықтан компания миллиардтаған капиталды Купертинодағы жаңа штат пәтеріне құю заңды. Бағасы 5 миллиард доллар. 3-ші орын. Марина Бей құмдары, Сингапур. Бағасы 6,2 миллиард доллар. Сингапурдағы сенсациялық Марина Бей Sands кешені әлемдегі ең керемет шексіздік бассейнімен, ең үлкен атриум казиносымен, 2961 бөлмелі сәнді қонақ үйімен әлемге таңданыс тудырған еді. Ғимарат 2010 жылы аяқталды. Құрылысына 5,5 миллиард доллар қаражат жұмсалды. 2-ші орын. Абрадж Аль-Байт, Мекке, Сауд Арабиясы. Бағасы 6 миллиард доллар. Ғимарат 2012 жылы қажыларды орналастыру үшін 15 миллиард долларға салынған. 7 зәулім ғимараттан тұрады. Кешен әлемдегі ең үлкен сағат тілімен ерекшеленеді. 1-ші орын. Мәсжид Аль-Харам, Мекке, Сауд Арабиясы. 99 гектар жерді алып жатқан және қажылық кезінде 4 миллион адамға дейін сиятын исламның ең қасиетті орны және әлемдегі ең үлкен мешіт. Меккедегі Аль-Харам мешіті жалпы құны 100 миллиард доллар. Сонымен құрметті көрермендер, келесі кездескенше арнаға тіркеліп видеоға лайк басып кетуді ұмытпайық.